Ең оңай салат дайындау үшін ең алдымен біз капустаны, яғни орам жапырақты жұқа етіп, видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп турап шығамыз. Ыдысқа саламын. Енді сәбізді осылай ұзыншалап етіп үккіштен өткізіп аламын. Ыдысқа саламын. Екеуін жақсылап, тұз қосып, жақсылап қатты қысқылап араластырып шығамын. Бізде орам жапырақтың және сәбіздің шырыны шығу керек. Бір дана қиярды алдым. Ұзыншалап етіп кесіп шықтым. Егерде сіздер менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде подписаться батырмасын басыңыз. Егер видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді ыдысқа жаңағы туралған қиярды саламын және цветная капустаны саламын. Жақсылап бірін-бірімен араластырып шығамын. Енді бір қасық кориандр, бір қасық қара бұрыш саламын, қызыл бұрыш саламын. Және де сарымсақты, яғни чеснокты осылай жақсылап езгішпен езіп аламын да саламын. Күнбағыс майын алдын ала қыздырып аламын. Ыстық кезінде осылай видеода құйып шығамын да араластырамын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Егер де жасаған болсаңыздар, міндетті түрде комментарийға өз пікірлеріңізді жазыңыздар. Келесі видеода кездескенше сіздермен болған Гүлназ.